Мынау Қазақстанда Тоқаевты жарнамалайтын видеолар көбейіп кетті. Арсыздар көбейіп кетті. Ұлттың, халықтың жаулары көбейіп кетті. Кәдімгі арсыздықпен Тоқаевты жарнамалап жатыр. Бұл бірінші құбылыс. Видеолар жасалып, кәдімгідей. Енді кинолар жасалып, осы кезінде Назарбаевтан қалған жағымпаз жантақ сұмырайларды үгіттеп, насихаттап, солар енді кәдімгідей Тоқаевты үгіттеп алып жатыр. Айналайын халқым-ау, ойланатын кез келді. Ойланатын кез келді. Басты жағаның ішіне тығып алып, құл болып, сорлы болып өмір сүретін заман өтті, кетті. Қылышынан қан тамған Назарбаев дәл қазір бүкіл әлем алдында масқара болып, мыңқ етуге шамасы келмей бүктүсіп жатыр. Назарбаев қазір Путиннің, Тоқаевтың қолындағы кәдімгі құл. Яғни үшеуі одақ. Бірақ Назарбаевтың бүкіл десін алып қойды. Путин контролдап қойды. Назарбаевтан қазір анау жер төлесіне кіретті, шапалақпен бір тарт, маған 1 триллион бер десе, Назарбаев сол қазақтың қанын теспей сорып 30 жыл бойы ұрдаған ақшасынан 1 триллионды Путинге береді. 2 триллион бер десе 2 триллион береді. Путин жаңағы Европа, Америкадағы ақшаларының бәрі мұздатылғаннан кейін Назарбаевтың Европа, Америкадағы ақшаларымен жұмыс жасап жатыр. Мына менің Германияда шпиондарым бар еді. Аудар 1 миллиард дегенде Назарбаев сол 1 миллиардты Путиннің Германиядағы шпиондарына аударады. Мынаны Қытайға жөткен, мына 2 миллиардты десе, Назарбаев өзінің ақшасынан жөткейді. Бар деп жаңағы бір тебет, сол еңкеңдеп чалың жүр. Назарбаевтың мініп жүрген Қазақстанның нөмірі 1 ұшағын Тоқаев әлі алған жоқ. Назарбаев сол ұшақты мініп алып, оңды солды Путиннің тапсырмасын орындап ұшып жүр. Бұл шындық. Қазір Назарбаев, Тоқаев, Путиннің осы үшеуінің одақтастығы осы ақша мәселесі бойынша одақтастық. Ал Путинге Тоқаев сияқты басыбайлы құл керек. Оған бұндай құл керек болып отыр. Себебі Қазақстанды соғыссыз жаулап алды. Міне бәленбай миллион орысты неге жіберді? Бәленбай миллион орысты неге Қазақстанға жіберді? Міне жаулап алды Қазақстанды. Сіздер қазір бодан елдің азаматысыздар. Ал дәл қазір міне кезектен тыс сайлау деген сайлауын жүргізетін болып, оған 5 маймылды қосып, өзіменен 6 болып отыр. Кешегі лекциямда сөйледім. Тоқаевтың 5 маймыл деп. Ішінде 2 ұрғашы маймыл бар екен. 2 ұрғашы маймыл, 3 еркек маймыл. Тоқаевтен ұрғашы еркек деуге келмейді енді. Ұрғашы еркек екенін ешкім білмейді. Сонда Тоқаевты жарым еркек, жарым ұрғашы десек, сонда 2 жарым ұрғашы, жаңағы 2 жарым, 3 жарым еркек па, сондай болды ғой. Сонымен сол Тоқаев міне сөйтіп шығыпты, міне маймылдарын алып. Ал қалың елім, қазағым, міне ендігі алдағы 30 жылда сіздердің көретін тірліктеріңіз осы. Назарбаевтық схема, жүйе, енді үгіттеу, насихат.